Барлықтарыңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бір күнге арналған 1400 калорийдан тұратын менюді дайындайтын боламын. Бұл менюда тәтті жеуге болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар және жасап көріңіздер. Таңғы асқа алмадан ПП вафли болады. Алдымен алманың сыртын ашимыз және оны майда үккіштен өткіземіз. Оған бір жұмыртқаны жарып салып, венчикпен араластырамыз. Үстіне диеталық ұн қосамыз, менде күріш ұны. Және жарты шай қасық қопсытқыш қосып араластырамыз. Вафельницаны мен сары маймен майладым. Егер сіздерде вафельница болмаса, табада панкейки түрінде пісірсеңіздер болады. Менде 4 штук вафли шықты. Үстіне қансыз сироп құйдым. Сироптың орнына бал немесе джеммен жесеңіздер болады. Түскі асқа менде сиырдың бүйрегінен жасалған тамақ болады. Оны иісі шықпас үшін 1 сағат суда ұстадым. Немесе сүтте бұқтырып қоссаңыздар болады. Бүйректің орнына жай сиырдың етін сары майда қуырып алсаңыздар да болады. Ол үшін 150-200 грамм майсыз сиырдың еті қажет. Бүйректі мен сары майда қуырдым. Шамамен 3-5 грамм сары май қостым. Одан кейін бүйректің үстін жабатындай қылып су құямыз. Және 1 сағат орташа отта суға бұқтырамыз. Арасында көбігін алуды ұмытпаңыздар. 1 сағат піскеннен кейін пияз және дәмдеуіштер қосамыз. Мен тұз, қара бұрыш және кептірілген чеснок қостым. Суы тартылған соң оттан аламыз. Менде гарнирға кус-кус, оған тұз қосып, қайнаған су құйдым. Бетін 10 минутқа жауып қойдым. Басқа да гарнирді жасасаңыздар болады. Мысалы, күріш, гречка немесе макарон. Кешкі асқа лаваштан омлет жасадым. Ол үшін 1 жұмыртқа және 2 ақуыз қажет. Жақсылап араластырамыз. Петрушканы майдалап тураймыз. Петрушканы жұмыртқаға қосып, жақсылап араластырамыз.
және үкіштен ірімшікті өткіземіз. Менде сулугуни ірімшігі. Табаға аз ғана сары май жақтым. Егер табаларыңыз антипригарный таба болса, онда май жақпасаңыздар болады. Үстіне 60 грамм лавашты қоямыз. Менде кесілген лаваш болды. Үстіне ірімшікті себеміз. Ірімшік еріген соң оттан аламыз. Омлеттің қасына брокколи қойдым. Брокколиді қайнаған суда пісіріп алдым. Егер брокколи болмаса, қияр немесе қызанақты жеуге болады. Міне достар, бір күндік ПП меню дайын. Бұл менюдің өзгешелігі бірінші перекусқа тәтті жеуге болады. Яғни сникерсті қостым. Оны рационға қосып, тіпті арықтауға болады. Ал екінші перекусқа менде мандарины болды. Бұл менюдің калориясын есептедім. 1400 калория шықты. Осы менюді жасап, видеоның астында пікірлеріңізді күтемін. Астарыңыз дәмді болсын.